Ал бүгін енді navigation'ды өтеміз. Navigation деген ол бірнеше беттен тұратын қосымшада бір беттен екінші бетке өтуге мүмкіндік беретін функция. Яғни көптеген қосымшалар бірнеше беттен тұруы мүмкін. Мысалы бірінші бет ол басты бет, екінші бет мысалы баптау беті немесе өнімнің толық ақпараты деген сияқты беттер болуы мүмкін. Сол үшін бізге бір беттен екінші бетке өту мүмкіндігі керек болады. Flutter'де парақшаларды route деп атайды. Яғни басты бет ол route болып табылады. Мысалы баптау беті ол да route болып табылады. Өнімнің, тауардың толық ақпаратын көрсететін бетте ол өзінше бір route болып табылады. Ал егер біз нативті бағдарламалауды алатын болсақ, онда Android'та route ол activity деп атайды, ал iOS'та view controller деп атайды. Flutter'де жаңа route-ға өту үшін навигатор қолданылады, айтып кеткенімдей. Осы сабақта біз екі route құрамыз. Ол біріншісі навигатор push деп аталады. Ол екінші парақшаға өтуге мүмкіндік береді. Ал екіншісі навигатор pop. Ол екінші парақшадан бірінші парақшаға қайтып оралу үшін бізге мүмкіндік береді. Енді осыны практика жүзінде қарастырып кетейік. Ол үшін бізге басты бет және екінші бет, яғни detail page деген парақшаны құру керек. Енді бастайық. Бірінші бізге material app құру керек. Ол үшін my app деп атай салайын атын. Және STL деп таңдайын. Stateless widget құру керек бізге. Және my app деп атын қояйын. Және бізге бұл жерде material app widgetін құру керек. Онда бізде home парақшасы болады. Және осы home парақшасын бөлек файлға құрып кетейік. Ол үшін мына lib фолдерында оң жақ батырманы басамыз. Шыққанда сосын new dart файлды басамыз. Осы жерде біз home page деп атын беріп кетуімізге болады. Және бізге осы жерде stateful widgetін құру керек. Ол үшін stf десек, enter бассақ, бізге шаблон түрінде құрып береді. Және оның атын home page деп атай салайық. Енді бізде мына stateful widget, state, build context деген не екенін білмейді. Сол үшін бізге керек дерекхананы жүктеуіміз керек. Сол кезде біздің бағдарламамыз мына элементтер не екенін түсінеді. Ол үшін шыққан курсорын мына сөзге қоямыз. Сол кезде бізде мынандай белгі пайда болады. Оны бассақ, мына жерден import library material dart басуымыз керек. Неге бізде керек дерекхананы жүктеді және сол дерекханаға қатысты объектілерде жүктеліп шықты. Енді бізге scaffold widgetін құру керек. Scaffold және app барды құрайық. Және оның title ретінде мәтінді шығарайық. Және home деп атап кетейік. Яғни бірінші парақшамыз аты home болады.
және оның денесін беріп кетейік. Бұл жерде біз батырманы шығарамыз экранның ортасына. Open деген батырма болады. Сол Open батырмасын басқан кезде бізге екінші парақшамыз ашылу керек. Center деп қоя саламыз және child бізде текст баттон болсын. Және оның мәтінін жазып кетейік. Open деп қойайық. Және осы open мәтінін басқан кезде бізде unpressed орындалу керек. Енді бізге навигаторды қолданбас бұрын екінші парақшамызды құру керек. Бірақ екінші парақшаны құрмас бұрын біз бірінші парақшамызды беріп кетейік. Ол үшін homepage деп тереміз. Екі шақшаны берген кезде біздің homepage автоматты түрде импортқа қосылады. Яғни біздің бағдарламамыз мына homepage не екенін түсіну үшін біз оны импортқа қосуымыз керек. Енді осы бағдарламамызды іске қосып көрейік. Ол үшін фоторды бастық. Неге бізде home бірінші парақшасы ашылды және оның ортасында open батырмасы бар. Әзірге open батырмасын бассақ та ештеңе орындалмайды. Сондықтан бізге керекті кодты жазу керек. Бірақ айтып кеткенімдей бізге ең алдымен екінші парақшамызды құру керек. Ол үшін lib фолдерына оң жағын басып new және dart файл басуымыз керек. Және detail page деп атын қоя салайық. Әдеттегідей stateful widget'ін құрамыз және атын detail page деп атап кетеміз. Және алдындағыдай мына белгісіз сөздерді жүктеуіміз үшін үстіне шыққан курсорын қойып, мынандай белгіні басып, import library және material dart деп басуымыз керек. Енді бұл парақшамызда да scaffold болады. Онда да up барын құрайық. Бар болсын. Және бізде тайтылын беруіміз керек. Бізде мысалға detail page болсын. Атын солай қойық. Және оның body денесіне біз center деп беріп кетейік. Оның ортасында бізде қайтадан текст button болады. Және ода back деген мәтінді шығаратын боламыз. Осы back мәтінін басқан кезде бізде home парақшасына қайтып оралу керек. Және unpressed көрсетіп кетейік. Енді бізге бірінші навигаторды басуымыз керек, жазуымыз керек. Ол үшін homepage-да әлгі open батырмасын басқан кезде екінші парақшаны ашатын навигатор жазуымыз керек. Ол үшін navigator дейміз. Navigator және нүкте push навигаторын жазамыз. Enter басқан кезде бізде автомат түрде контекст және route толды. Енді бізде route-ның орнына material page route деген басу керек. Сөзде бізге builder автомат түрде қойылады. Осы builder'ның орнына бізге контекст басу керек. Контекст, мына контекст жүктеп алады. Және екі
яғни тең және үлкен символын басамыз, және осы жерде бізге detail page деп басу керек. Егер байқасаңыз, мына detail page'ді басқан кезде бізге detail page автомат түрде импортқа қосылды. Егер импортқа қосылмаса, онда мынандай қате шығады, асты қызылға боялып. Ол кезде біз жай ғана осы сөзге курсорды қойып, қайтадан қойып курсор, және мына символды басып, import library'ді бассақ, қайтадан осы импортқа біздің парақшамыз қосылады. Енді іс жүзінде көрейік, қалай жұмыс істейтінін. Ол үшін hot reload'ты басамыз, және open батырмасын басса, мінекей бізде екінші парақша пайда болды. Онда мынандай back батырмасы пайда болды, және біз root арқылы, яғни навигейтор арқылы ашқандықтан бізде автоматты түрде Flutter back button'ды қосты. Back button ол автомат түрде бассақ, әлгі home парақшасына қайта оралтады. Бірақ бізге back батырмасын басқан кезде дәл сол функцияны орындайтын кодты жазуымыз керек. Әзірге бізде back button бассақ та ештеңе орындалмайды. Сондықтан біз енді detail page'ге көшейік, және мына жерде unpressed деген функцияға біз өзіміздің керекті функциямызды жазып кетейік. Ол үшін бірінші navigator деуіміз керек. Және pop деуіміз керек. Мына жерде үтір нүктені қоюға ұмытып кетпейік. Сол кезде бізде refresh бассақ, біз back button'ды басқан кезде өзіміздің парақшамызға қайтып келетінімізді көре аламыз. Яғни open және back. Open back. Енді бізге route жасау барысында параметрді жіберу керек. Мысалға, біз мына команданы орындау барысында белгілі бір мәтінді келесі екінші парақшада көрсететіндей қылып жазайық. Ол үшін бізге мысалға string new title деген айнымалын беріп кетейік, және сол push'ты басқан кезде бізге new title тең second page деген мәтін экранға шығу керек. Сондықтан біз не істейміз? Біріншіден, біз осы параметрді екінші парақшаға беру үшін бізге біріншіден мына жерде string және new title айнымалысын беріп кетуіміз керек. Және бізге осы айнымалын қабылдау үшін key деп және string new title деп кетуіміз керек. Дейсайық. Яғни біз осындай конструктор беру арқылы мына new title'ды қабылдап, оған мына жерге меншіктейміз. Менде мысалға бір мысал бар, оны көрсетіп кетейін. Genius Flutter. This window дейді. Бізде мысалға title'ды береміз.
page restore page'ге. Және егер осы парақшаға өтетін болсақ, go to implementation. Қазір жүктеліп болсын. Яғни go to implementation бассақ, неге бізде осы парақшамыз title деген параметрді қабылдап, оны бізде title оны бізде application барға шығарғанын көруімізге болады. Дәл осылай бізде істей аламыз. Мына енді алып тастай салайын. Бізде мына detail page'дің орнына мысалға new title деп көрсетуге болар еді, бірақ бізге ол қызық емес. Бізге центрдің орнына column деп жаза салайық. Және children'ге text button'ды қоса салайық. Мына жерде енді main access alignment беру керек. Main access alignment center. Яғни бізде еншілес элементтер центрде орналасуы керек. Енді бізге text button үстіне text widget'ін орналастыру керек. Және сол текстің орнына бізде widget нүкте title деп, new title деп бізге керек мәліметті экран бетіне шығару керек. Мына жерде біз size box деген widget'ін қолдануымыз болады. Ол биіктігі болады. Бізге мысалға мәтін мен text button арасы 15 пиксель арақашықтық, яғни кеңістік пайда болуы керек деген сөз. Енді бізге hot reload'ды басу керек, және open басқан кезде бізде әрине қате шығып жатыр. Және ол қатенің себебін бірден түсінуге болады. Ол өйткені біз new title'ды меншіктеген жоқпыз, яғни параметрді көрсеткен жоқпыз. Сондықтан біз detail page'дағы екі жақшаның арасына new title деп терсек, неке параметрдің аты берілді, және бізге енді айнымалының атын беруге болады. Неке енді hot reload'ды бассақ, әдеттегідей тағы да бір қате шықты, және ол қатенің себебі мынада. Бізге text widget'ін көрсеткен кезде мына айнымалының мәнісі берілу керек. Өйткені егер text widget'іне 0 деп берсек, онда қате туындайды. Енді қайтадан hot reload'ды басайық. Неке бізде қосымшамыз ашылды. Енді open'ды бассақ, бізде мына жерде екінші парақшамыз, екінші мәтін шығу керек тұғын. Бірақ бізде мәтін шықпай жатыр. Бас себебі мәтін түсі ақ болып тұр. Сондықтан біз соны style деп беріп кетейік. Text style және color дедік. Colors нүкте black бола салсын. Енді hot reload'ды басып қарасақ, мына жерде жоқ. Себебі неде болуы мүмкін? Бұл жерде енді ойлану керек. Children, text, style, new title. Бұны түсіну үшін бізге мына жерде breakpoint қоюға болады.
және debug режимінде қосу керек қосымшаны. Сәл күте тұрайық. Мінекей жүктелді. Енді open бассақ, бізде breakpoint орындалды. Variable'ды басамыз. Және widgets. Және new title бізде бос тұрғанын көре аламыз. Бұл мәселені шешу үшін не істеуіміз керек? Мынандай мысалға оралайық. Title this нүкте title деп тұр. Бізде мына жерде қате бар екен. This нүкте new title деп теруіміз керек екен. Және мынаны алып тастасақ болады бізде. Енді жібере салайық. Енді қайтып тексерсек, бізде this widget және new title'да біздің берген параметріміз бар екен көруге болады. Енді жібере салсақ, мінекей бізде second page пайда болды мәтін. Егер біз мынақта second page жеті деп терсек, онда бізде қайдадан ашсақ, сол second page 777 мәтіні шыққанын көре аламыз. Енді шамалы қиындау мысалды қарастырып көрейік. Бізде мысалға мына жерде жай батырмаймыз. Бізде мысалға list view болсын. Ол үшін бізге мынандай list құруымыз керек. Мысалға countries деген ат берейік. Және әр country'сін өзінің мысалға несі болсын. Title болсын. Мысалға Қазақстан деген болсын. Және екінші кілті ол мысалға capital, яғни астанасы. Бізде Нұр-Сұлтан деген болсын. Және тізімнің екінші элементін берейік. Ол жерде мысалға title Turkey және capital ол жерде бізде Анкара болсын. Және бізде мысалға Өзбекистан дейік. Title болсын. Және оның астанасы capital болсын. Мысалға Ташкент. Сонымен қоса бізде мысалға халықтың санын көрсете салайық. Мысалға population болсын бізде. Қазақстанда шамамен бізде 19 миллион адам тұрады. Түркияда бізде шамамен population немесе былай қоя салайық. Мәтін ретінде көрсете салайық. 19 миллион дейік. Анкарада, Түркияда бізде шамамен 90 миллион халық тұрады деп жаза салайық.
Және Өзбекстанда бізде шамамен population бізде шамамен қанша енді 35 миллион бар шығар, 35 миллион халық тұрады деп көрсете салайық. Енді бізге осы тізімді экран бетіне шығару керек. Ол үшін не істейміз? Бізге list view builder жасау керек. Және осы item builder'ға бізге екі параметр беруіміз керек. Бірінші ол context болады. Және екіншісі ол индекс болады. Және бізге осы жерде list style деген виджет қайтару керек. Бұл жерде бізде біріншіден title болу керек, және title ретінде бізге қателеспесем текст виджетін қайтару керек, және сол текст виджетіне бізге осы countries-тағы индекс және title деп берсек болады. Және бізге list қанша элементтен тұратын беруіміз керек. Ол үшін item count деген қасиетті беруіміз керек, және бізге countries-та неше элемент бар екенін беріп кетуіміз керек. Бұл жерге бізге үтірлі нүкте беруіміз керек. Енді форматына келтірейік. Мінекей бізде list view пайда болды. Енді оны hot reload арқылы экран бетіне шығарып көрейік. String яғни бізге ұрсып жатыр. Не себепті ұрсып жатыр? Мына жерде қате шығып тұр. Неге қате шығып тұрған біз көрейік. Енді бізде countries пайда болды. Оң жағын басып, біз мысалы evaluate expression деген бассақ, мынандай терезе пайда болады. Бізге мынандай өзіміздің формуламызды, айнымалымызды беріп кетуімізге болады. Және evaluate бассақ, бізге мінекей мынандай мән бар екен көруімізге болады. Енді бізге нүкте title деп теріп көрейік. Мінекей бізге қате шықты. Демек бізге нүкте арқылы емес, мынандай тік жақша арқылы және ішіне кілтті беру керек. Және evaluate бассақ, мінекей бізге Қазақстан шығып тұр. Демек бізде мына жерде қате болып тұр. Сондықтан мына қатені жөндейік. Ол үшін мінекей тік жақша және апостроф бердік. Және апострофтың ішіне мына кілтті бердік. Осы кілт арқылы біз кілттің мәнін шығара аламыз. Енді дебагты жібере салайық және hot reload'ты басайық. Мінекей бізде тізім пайда болды. Және сол тізімді басқан кезде белгілі бір әрекет орындалу керек. Енді бізде мына элементті басқан кезде белгілі бір әрекет орындалу керек. Ол әрекетті орындау үшін біз қателеспесем on top деген on top беді. Жоқ. List style'ın ішінде едім. List style'ın ішінде on top деген қасиет бар. Және сол қасиетке біз өзіміздің функциямызды жазуға болады. On top деген басқан кезде бізге мысалы қай элемент басылған шығаруға болады. Яғни мысалы бар capital 10 countries
индекс және capital деп шығаруға болады. Және екінші ол population, қайтадан countries, index және population. Енді бізге detail page'ді ашуымыз керек, және detail page'ді біз мысалға Excellent Content Center. Біз мысалы сол елдің мәліметтерін шығаратын виджет құрастырайық. Ол үшін біріншіден бізге country name деген болу керек параметрі. Country name. Және осы country name бізде app барда шығу керек. Ол үшін біз widget нүкте country name деп тереміз. Және бізге мысалға былай жазу болады. Capital is дейміз да. Және widget нүкте capital деп терейік. Бірақ ол үшін бізге алдын ала сол параметрді беруіміз керек. Capital дейік. Және үшінші параметріміз құрайық. Ол string population болсын. Және ол population бөлек текст виджетке шығады. Population болсын мысалы. Қос нүкте арқылы шығарайық. Бұл жерде енді capital емес, population шығады. Бұл жерде енді қос нүкте қойсақ, is'дің орнына. Енді осы параметрді қабылдау үшін біз жақта жазып кетуіміз this нүкте capital және this нүкте population. Және осы параметрлерді анықтағаннан кейін бізге навигатор шақыруымыз керек. Ол үшін навигатор дейміз. Нүкте әдеттегідей push контекст қалады. Бұл жерде material page route дейміз. Және builder'ның орнына бізге контекст жазуымыз керек. Әдеттегідей 10 үлкен символы және бізге detail парақшасын беруіміз керек. Detail page. Және өтірілікте беруіміз керек. Енді осы detail page'дің параметрлерін беріп кетейік. Бірақ алдын ала біз country name айнымалысын меншіктеп кетейік. Және оның мәнін title дейміз. Енді бізде country name деген параметрді беруіміз керек. Ол үшін country name айнымалысын береміз. Одан кейін capital және сәйкес түрде capital айнымалысын береміз. Және үшінші параметр ол бізде population параметрі. Оны да беріп кетуіміз керек. Population дедік және мына айнымалының атын беріп кетеміз. Population. Мінекей болды. Бізде қателеспесем бәрі дайын. Енді hot reload'ты бастым. Енді Қазақстанды басқан кезде бізде мінекей біздің екінші парақшамыз шықты және сол Қазақстан мәліметтері шықты. Яғни capital Нұрсұлтан, population 19 миллион.
Енді бізге main axis пен cross axis-ын табыстыру керек, және мына мәтіндердің өлшемін үлкейту керек. Ол үшін font size бізде мысалы қанша 20 болсын. Және мына жерде font size ол да 20 болсын. Және refresh'ті бассақ, мінекей бізде capital және population деген мәтіндер экранның бетіне шыға келді. Енді мына list view'ді шамалы сәндейік. Ол үшін бізде list tile'да өткенде айтып кеткендей, title'дан бөліп, мысалға leading деген қасиет бар. Ол жерде біз мына жерде шығатын, мәтін алдында шығатын мәліметті, яғни иконканы беріп кетуімізге болады. Icon дейміз, және icons нүкте, мысалы map дей салайық. Сол кезде бізде reload басқан кезде мінекей мынандай иконкалар шыға бастады. Және бізде leading емес, қандай еді? Leading trailing деген екінші қасиетіміз бар. Ол осы мәтіннен кейін шығатын иконкалар беруге мүмкіндік береді. Яғни ол жерде icon дейміз, және icons нүкте arrow forward'ты басайық. Және hot reload'ты басқан кезде мінекей бізде мынандай не шықты, бағыттағыш. Яғни мынаның детализациясын көру үшін мынаның бас дегендей бізде не шығып тұр. Енді бізге padding қосайықшы бізге. Яғни padding деген ол айналасындағы кеңістікті құрады, және padding'те бізде edge insets нүкте all және 15 болсын, және оның child'ы бізде colon болсын. Colon бізде былай болады. Кей болды. Енді hot reload'ты бассақ, және Kazakhstan'ды бассақ, мінекей бізде 15 пиксель жоғарда, және сол жақта 15 пиксель бос кеңістік пайда болды. Енді бізге не істеуге болады? Бізге list tile'да title'дан бөлек, мысалы subtitle деген қасиет бар, оны да беріп кетуіміз болады. Ол жерде мысалға мемлекеттің астанасын беріп кетейік. Мысалы capital әлде population бере салайық. Population. Енді hot reload'ты бассақ, мінекей Қазақстан және оның халық саны қанша екенін көруге мүмкіндік болады. Мінекей осымен біз navigation сабағын тамамдадық.